Shri Shrimati Achi Bhaktivedanta Swami Prabhupadaning Jantan Oğlumu'nun 70. tarağının 2. bölümünün ağılışın tilinden Qazaqçılığım 8. Navruz 2021 yıl. Tuvanatım Arati İrjan İlyaslı, Ruhaniyatım Arati Şiyamadasa. Bugünkü qılımның tar alemi 1973 yılı Sәуір ayında Los Angeles төңірегіндегі Венеция жағажайында ұзаққа созылған таңғы серуен кезінде Шрила Прабхупада бүгінгі ғылым мен ғалымдар туралы сөз қозғады. Философиялық ымырасыздығымен, терең қисынды логикасымен және қайтпас туралығымен ғалымдардың өресіздіктерін және тіршіліктің туу туралы көпшілік мойындаған ғылыми теорияларының негізсіздігін ашып көрсетті. Aralarında болған химик органик доктор Tudam Singh осы сұхбатты үнтаспаға жазып алды. Шрила Прабхупада. Бүкіл әлем ғылымы мен технологиясы тіршілік фәни материядан туады деген жалған идеяны ұстануда. Біз бұл сандырақ теорияның әшкереленбей қалуына жол бере алмаймыз. Тіршілік фәни материядан тумайды, керісінше фәни материя тіршіліктен туады. Бұл теория емес, факт. Қате теорияға негізделгендіктен ғалымдардың есептеулері мен қорытындыларының бәрі қате шығады. Соның салдарынан адамдар зардап шегуде. Бүгінгі ғаламның осы қате теориялары түгел түзелген соң адамдар бақытты болады. Сондықтан ғалымдарды айтысқа шақырып әшкерелеуге міндеттіміз. Өйтпесек бүкіл қоғамды адастырады. Фәни дене 6 кезең өзгерістерінен өтеді. Туады, өседі, сақталады, ұрпақ қалдырады, солады, өледі. Керісінше, фәни дене ішіндегі тіршілік, рухани мәңгі жан ондай өзгерістерге ұшырамайды. Сырттай қарағанда өсіп өніп, өліп өшіп жататын сияқты көрінгенімен, шын мәнінде тірі жан тек фәни тәні өлгенге дейін ғана әлгі 6 кезең өзгерістерінен өтеді. Қартайған дене өлген соң жан жаңа денеге енеді. Киіміміз ескіріп тозған соң ауыстыратынымыз секілді, денеміз қартайып пайдасы болған соң жаңа денеге ауысамыз. Bhagavad-gītāda Krishna dehinasminya thādehe kaumaram yovanam jara tatha dehantara prapti. Denige ingen can nereste tennen, balatennen, jigittennen, qariyatennen avsatını sekildi, ölümsetinde can başka denege avsadı deydi. 2.13. Sal keyindirek Krishna antavanta ime deha nitya söktav sharirina 2.18. Жоyulmaytın, ölçüge kelmeytін, және мәңгі тіршілік ететін тірі жанның фәни тәні ғана өледі дейді. Бұл фәни дене өткінші, керісінше дененің ішіндегі тіршілік нитя, мәңгі. Кешагра шата бхагастя шатамша садришатмака джива сукшма сварупоям санкя тито хи чит кана. Чайтanya Charitamrita Madhya 1940. Sansız көп ruhani atom bölçeklerinin әрқайсысының көлемі шаштың ішінің 10.000-нан 1 бөлігіне тең, дейді Шведашватар Упанишат. Осы өлеңге сәйкес дененің ішіндегі жанның мөлшері шаштың ішінің 10.000-нан 1 бөлігіне тең екен. Кішкентай болуына қарамастан, осы атомның мөлшерінде рухани энергияның күшімен денем харекет етеді. Ұшақ көкте самғайды. Осыны түсінудің несі қиын? Мысалы, өзін тепсе темір үзетін күш атасына балайтын мықты адам сол күшін қайдан алады? Тек тәнінің ішінде кішкентай рухани ұшқын болғандықтан ғана ол өзін тепсе темір үзетін күш атасына балайды. Рухани ұшқын ұшып кеткен сәтте тән өледі де, күші мен энергиясы да із-түзсіз жоғалып, құзғын құстар ұшып келіп тәнінің күл-паршасын шығарады. Егер адамдар тіршіліктің түпкі себебі, бастау көзі фәни материя десе, онда химикаттарының көмегімен тым құрыса бір бөлікті, мысалы ол ғалым Эйнштейнді тірілтіп, өмірге қайтарып көрсін. Әйткенмен ешкімді тірілте алмаса да, өздерінің ғалымдарымыз деп кеуделерін кереді. Доктор Синг. Рухани жанды көре алмайтындықтан жан тіршілік етпейді деп күмәнданады. Прабхупада. Ғалымдар кішкентай жанды көре ала ма, көру қабілетіне ие ме? Доктор Синг. Көре алмаса да, әлде бір құралдардың көмегімен жанды сезінгілер келеді. Прабхупада. Егер біреудің тәніне 1 миллиграмм у жіберсе, уланы болады. Утың қалай улайтынын көре алмасақ та улайды. Ендеше, ғалымдар жанды харекетінен неге көрмейді? Мұндай жағдайларды жанды харекетінің салдарынан көре білуіміз керек. Ведаларда дененің ішіндегі титімдей жанның арқасында бүкіл дене харекет етеді дейді. Егер өзімді шымшып алсам, сол сәтте сезінемін. Себебі денемнің сыртқы тері жабынын санам арқылы сезінемін.
Керісінше жан шығып кетсе, денем өлген соң, дәл сол теримді кескілеп шапқыласаңыз да ешкім қарсы шықпайды. Осы қарапайым хақиқатты түсіну неге соншама қиын? Жанның тіршілік етуінің дәлелі осы емес пе, доктор Синг? Бұл жан жайында, ал Құдай жайында ше? Прабхупада. Алдымен жанның сырын түсініп алайық. Жан Құдайдың кішкентай көшірме үлгісі. Егер көшірме үлгісін түсінсеңіз, бүтінді де түсінесіз. Шила Прабхупада қамыс таяғымен кеуіп қалған ағашты көрсетіп. Енді мына фәни материяны қарастырайық. Бұрын бұл ағашта қаулап өсіп тұрған жапырақтар мен бұтақтар қазір неге өспейді? Ғалымдар осы сұраққа жауап бере ала ма? Каран Харадас. Ғалымдар химиялық құрамы өзгерді дер еді. Шила Прабхупада. Егер химия ғылымында осыншама алға басса, осы теорияларын дәлелдеу үшін ғалымдар жетіспей тұрған қажет химикаттарды араластырып, бүкіл бұтақтар мен жапырақтарды қайтадан өсіріп шығарсын. Брамананда Свами. Білім дегеніміз өз теориямызды көрнекті түрде дәлелдей білуімізді білдіреді. Тіршіліктің химикаттардың қосылысынан туатын ғалымдар өз зертханаларында көрсете білуге тиіс. Прабхупада. Ғылыми тәсіл дегеніміз бірінші бақылауды, екінші гипотеза болжамын, үшінші іс жүзінде көрсете білуді білдіреді. Керісінше өз гипотеза болжамдарын зертханаларында іс жүзінде көрсете білместен, қайдағы жоқ құбылыстарды бақылауларымен шектеліп, қисынсыз дәлелсіз бірдеңелерді айтып, сандырақтай беретін ғалымдардың бұлары баланың бұлдыр іспетті. Бала кезімде мен граммофонның жәшігіне қарап, ішінде адам ән салып тұрған шығар деп ойлайтынмын. Желдеткімен салқындату кондиционердің ішінде де әлдебір рух желдетіп тұрған шығар деп ойлайтынмын. Күлкі. Тіршілік химикаттардан туады дейді ғалымдар. Алайда тірі ағаштың бойында болған химикаттар әлі күнге дейін бар. Тіршілік энергиясы да бойында тұнып тұр. Ағаштың бойындағы мыңдаған микробтардың бәрі де тірі жандар. Осы ағаштың бойында тіршілік энергиясы жеткіліксіз деп ешкім де мәлімдей алмайды. Доктор Синг. Ал ағаштың өзінің тіршілік энергиясы ше? Прабхупада. Айырмасы осында. Ағаштың бойында болған осы нақтылы жеке дара тіршілік күші тірі жан ағаштың бойынан шығып кеткендіктен, ағаш өлі болса да, ағаштың бойындағы тіршілігін сақтау үшін қажет химикаттардың бәрі ағаштың бойында сақталып қалады. Тағы бір мысал. Мен бір пәтерде тұрып, кейін одан көшіп кеттім делік. Менің көшіп кеткеніме қарамастан, ол пәтерде құмырсқа, өрмекші сияқты көптеген тірі жандар қалады. Мен көшіп кеткендіктен, ол пәтер енді өмір сүруге жарамайды деу дұрыс емес. Көшіп кеткеніме қарамастан, ол пәтерде басқа тірі жандар тіршілік ете береді. Тек жеке дара тірі жан болып табылатын мен ғана көшіп кеттім. Пәтерге ұқсайтын ағаштағы химикаттарда тек жеке дара тіршілік күші болып табылатын жан харекет ететін сыртқы орта ғана. Микробтар да өздеріне тән жеке дара санаға ие. Белгілі бір бағытта жылжитын микробтар ерте ме кеш пе кедергі ұшырап басқа жолмен жүруім керек деп ойлайды. Сондықтан ғалымдар химиялық зертханаларында тіршілікті еш уақытта жасап шығара алмайды. Тіршілік химикаттардан туады дейтін ғалымдар химикаттар қайдан туады деген сұраққа жауап берсін. Химикаттардың тіршіліктен тууы тіршіліктің тылсым мистика күшіне иелігін білдіреді. Мысалы, апельсин ағашындағы көптеген апельсиндердің әрқайсының құрамында лимон қышқылы сияқты саналуан химикаттар толып жатыр. Сол химикаттар қайдан туды? Әлбетте, химикаттардың ағаштың ішіндегі тіршіліктен туатыны хақ. Химикаттардың тууы тегін ғалымдар білмейді. Зерттеулерін химикаттардан бастаған ғалымдар химикаттардың тууы тегін анықтай алмайды. Химикаттар жоғарғы тіршілік иесінен Құдайдан туады. Көптеген химикаттардың адамның тірі тәнінен туатыны тәрізді атмосферада, суда, адамдарда, жануарларда, жерде болатын барлық химикаттарда жоғарғы тіршілік иесінен Құдайдан туады. Тылсым мистика күші деген осы. Жоғарғы тәңірдің тылсым мистика күшін мойындамайынша тіршіліктің тууы тегі проблемасы шешілмейді. Доктор Синг. Ғалымдар тылсым мистика күшіне сенбейміз деп жауап береді. Прабхупада. Тылсым мистика күшіне сенбесе, химикаттардың шығу тегін түсіндіріп берсін. Бәрімізді көріп жүрген кәдімгі ағаштың көптеген химикаттарды өндіретін ғалымдар теріске шығара алмайды. Бірақ ағаш химикаттарды қалай өндіреді деген сұраққа жауап бере алмайтын ғалымдар тіршілік күшінің тылсым мистика күшіне иелігін мойындаған міндет. Мен саусағымнан тырнағымның қалай өтіп шығатынын түсіндіре алмаймын, миым жетпейді.
Başqacha aytganda, tırnağım aql jetbes kuchning achinta shaktining qudrati bilan o'sadi. Agar kadimgi tirijan o'sinicha achinta shaktiga ega bo'lsa, onda Xudoydan qancha achinta shaktiga ekan ko'z oldingizga elestetib ko'ringiz. Xudoy mening aramızdagi ayirma minada. Xudaydikinday qabiliyatlarga elinganmen meni ximikatlarda az mölçerdagina öndürüp çıqara olsam, kerisinçe Xudoy orasını zor mölçerde öndürüp çıqara oladi. Men denemning terlöөнөн azgana su öndürüp çıqara olsam, kerisinçe Xudoy muhitlardı öndürüp çıqara oladi. Muhitning bir tamchi suvini zerttegeli bökül muhit suvining sapalık quramini katesiz anıqlaytımız şekilde Xudoyning bölünbes ölçekleri bolup tabulatın qarapayım tirijandarda zerttegeli Xudoydi tanıy bastaymiz. Xudoyning orasını zor tılsım mistika kuşu şeksiz. Xudoyning tılsım mistika kuşu elektr maşinasi yaxtı qolmaqolı iske kirse jünüledi. Belgili bir energiyanın kuşu meni haraket etетін maşinalarning жақсы жасалғаны сонша tek batırmanı basqan sәtте iske kirse jünüledi. Xudoy dünya jaralsın degan sәtте jaratılış bastalып ketedi. Осы тұрғыдан қарасақ, табиғаттың іс hareketlerini түсіну onша қиынға соқпайды. Xudoyning tang'ajaib energiyalarning qudretligi soncha tek әмірін bersa bo'lgani taban ostida jaratılış bastalып ketedi. Brahmananda Swami. Ғалымдар Xudoyda da achinta shaktida de mo'yindamaydi. Prabhupada. Бұл ғалымдардың алаяқтығын айғақтайды. Xudoy бар, Xudoyning achinta shakti de var. Qusta shu qobiliyati qaydan paydo bo'ladi? Sizde qusta tirijansizlar. Biroq qus o'zini tan achinta shaktining orqasida sho'adi. Kerisincha siz sholmaysiz. Başqa bir misal keltireyik. Urug' qandan paydo bo'ladi? Bo'yinda tılsım mistika kuchi bar er odam jins qatnashına tushganda qani urug'qa aylanadi. Tılsım mistika kuchinsiz bulay bo'luvi mumkin be? Tirijanlar bir talay tılsım mistika kuchlarine ega. Siyirning şöp süt öndüreten bärimiz bilemiz. Al siz şöp süt öndüre alasızba? Demek siyir jegen şöpün sütken öndüre alатын tılsım mistika kuchine ega ekan. Er adam men ayol adamning a'zolari birday qurilsa da, er adam ayolga hisob jegen yasin sütke aylantıra olmaydi. Tılsım mistika kuchlar olsalar, Karan Haradas. Darwinchil g'olimlar tirikchilik bioximiyadan jaralgan deydi. Prabhupada, men ularga agar bioximiyalaringiz o'zini malga bassa, onda zertxonalaringizda tirikchilikni nega jasab chiqarmaysizlar deb qarshiroq qo'yaman. Karan Haradas. Tirikchilikni kelajakda jasab chiqaramiz deydi. Prabhupada. Qachon kelajakda? Agar g'olimlar jaratilish ta'sirini bilsa, onda tirikchilikni tap qadr nega jasab chiqarmaydi? Agar tirikchilik bioximiyadan tursa, yana biologlar va kimiklar kirmejesi jetse, onda tirikchilikni o'z zertxonalarida nega jasab chiqarmaydi? Osындай шешуші сұрақ қойса, ғалымдар келешекте жасап шығарамыз деп дәмеленdirеді. Неге келешекте? Бұлар сандырақ. Қалай дәмелендірсе де келешекке сенбеңіздер. Бүйтіп алға басуларына не пайда? Келешекпен дәмелендірулері құрбос сандырақ. Karan Haradas. Tirikchilikni jaratу қарсаңындамыз дейді. Prabhupada. Başqacha aytılgani bo'lmasa, бұл да келешекпен дәмелендіру ғана. Tirikchilikning шығу тегін күні бүгінге дейін білмейтіндерін мойындауға тиіс. Tirikchilikte kelешекте жасап шығарамыз деп дәмеленdirетін ғалымдардың бүгінгі білімдері кемел емес. Ұсыныстары келешекке төленетін чекпен есеп айырысуға ұқсайды. Мысалы, мен сізге $10,000 қарыз бола тұрып, сізге келешекте төленетін чек жазып берейін. Келісесіз бе десем, егер зерделі болсаңыз, қолыма айтарлықтай ақшаның түскенін сезіну үшін ең болмаса дәл қазір $5 беріңізші деп өтінер едіңіз. Дәл осылай ғалымдар да өз зертханаларында биохимияның көмегімен бір тал шөпте жасап шығара алмайтындарына қарамастан, tirikchilik fani materiyadan tuadi deb ma'lumdaydi. Netken esi bosdiq. Bunday күдікті мәлімге ешкім күмәнданбай ма? Biz tirikchilikdan tuatını dəlilləyə alamız. Әкесі баласын ұрықтандырғанда, әкесінде тіреген, баласында тіреген dəlilləyə alamız. Al tirikchilikdən fani materiyadan tuatını ғалымдар қалай dəlildemek? Tirikchilikdan tuatını және tirikchilikdan bastау көзі Krishna ekan biz dəlilləyə alamız. Ölü tasdan balanın tuğanını kuvalaytın ayğaq var mı? Tirikchilikdan fani materiyadan tuatının dəlilləyə almaytın ғалымдар келешекке sırğıta saladı. Karan Haradas. Ғалымдар tek öz sözündері arqıla tükeleyi tüsünü alatın нәрселерді ғана қаламия daldıq deydi. Prabhupada.
Onda galimlar biz aytıp жүрген doktor Baha filosofiyası retinde dertine şaldık ola. Ertede bükül ömrün Qudukda ötküzgen bir bakaga dostu gelip Atlat muhiti degen ışığı yersiz ulanga su koymasını bar ekenini habarla. O Atlan muhiti degen ne dep suraydı Qudukda turadın baka. Atlant muhiti ışığı yersiz ulanga su koyması dep cevap berdi dost. Qanşalıqtı ışığı yersiz ulanga hayır. Mana Qudukda ne geçelken be? O joq, halde qaydelken tek cevap dep cevap berdi dost. Qancha tilkan onasi mi? Osılay esepte bergen baha ışığı yersiz olanlar muhitin terengdigi men kengdigini köz aldına elestete alama. Bizning kabiliyetimiz de tecrübemiz ben o işe zoru mümkünçülüğümüz de önemi şekli. Önemi öz kudugu men şekli olaytın baha başka söyley almaydı. Dal oslay bu sebeptin tıpkı sebepkeri bolup tabulatını haqda özlerinin mühimşinte sezimlerinin kömögümen және akıl oylarının kömögümen bağlaytını kalındar da adasıp aljasudan köz eşpaydı. Atalmış galımsımaktardın bastı gemşiligi tömenin jogar qaray zerteleden induktiv täsir arkaly qortundaga kelülerinde. Mesela adamның ölötünün tömenin jogar qaray zerteleden induktiv täsirinin kömögümen anyktagysy geleten. Galym mäň bölmez biröwlerdiň bar jogyn anyktao üçin barça zertep bilüge mindetdi. Bärimiz ölemiz degenge kelese almaýmyn, ölmeýtin biröwler boluwy mümkin. Men äli bärini zertep görmegendikden Ületimde qalay moyundaymın dep tujurumdaýsyn galymnyň manasy tömenen jogary qaray zerteleten induktiv täsir dep atalady. Al jogardan tömen qaray berileten deduktiv täsir degenimiz äkeňizden, ustazyňyzdan, ýa guruwuňyzdan adamnyň öletini esitip sonu moýundagyňyzdy bildiredi. Dr. Singh. Demek jogardan tömen qaray berileten deduktiv және tömenden Jogar qaray zerteleten induktiv degen iki türlü tanım täsiri barmy? Prabhupada. Ýa, kemçinde sezimlerinin kömögümen alınatyn akbaratga negizdeletindikden tömenden jogary qaray zerteleten induktiv täsiri eş wagtda jetişlikke jetkizbeýdi. Sondukdan jogardan tömen qaray berileten deduktiv täsirini moýundaýmys. Hudaýdy tömenden jogary qaray zerteleten induktiv täsiriniň kömögümen tanym mümkin emes. Sondukdan Hudaýda sezimlerinin kömögümen tikiley düşünülmeýtin atokşaja diýdi. Hudaýda sezimlerinin kömögümen tikiley düşünüge tyrşatyn galymlar Hudaýdy jokka çygarady. Birak Hudaý atokşaja bolgandykdan Hudaý tanyw täsirinden behabar galymlar Hudaýdy bilmeýdi. Baky gylymdy düşünüg şyn ruhani ýersaga jygynyp moýunsyna tyňdap hyzmat edip Täňri Krishna mana Bhagavad Gita'da düşündiredi. Tadviti pranipatena pariprashena sevaya. Dr. Singh. Ösümlikler, janwarlar, minerallar sähte tabiiy jaratylışga gatsy makallalarda gana basyp çygaratyn Nature tabiat degen gylymy jurnal Hudaý turaly eşitdiňi жазбайды. Prabhupada ösümliklerin tabiattan jaralatyn aňgaryp oňay bolgany men zerdeli intellektual tabiatty kim jaratdy dep soragan mendetdi. Dr. Singh. Galymlar bu jönde oýlamaýdy Prabhupada. Bul galymlardyň ahmakdaryny aýdaktaýdy. Meniň öz tabiatym turaly, al sizdiň öz tabiatyňyz turaly aýtatyňyz şekilde tabiat turaly aýtgan sätimizde kimniň tabiaty dep soramamyz şart. Tabiat degenimiz energiýa degendi bildiretnikden energiýa turaly aýtgan sätimizde sol energiýanyň haýnar gözü bar ekenini boýundamyz şart. Mesela elektr energiýasynyň közü elektr stansiýasy. Özlüğünden önüp çıkpaydın elektr energiyasını öndürüp çıkarı için elektr stansiyası men generator ornatumuz gerek eken şekilde fani tabiat Krishna'nın başkarumen hareket etedi deydi Vedalar. Dr. Singh sonda gılım bastapkı nüktede emas, aralık nükteden baştaldı deysiz be? Prabhupada, iya dal solay. Barşa tirşilikten bastav gözünü bilmeydin galımlar elde bir nükteden bastaladı deydi. Al ol nükte kaydan çıktı? Zor zertewlerine garamasdan onu bilmeýän galymlar barlyk tılsym mistika güçlerine toly äri bäriniň bastaw közü bolup tabulatyn Hudaýdy moýundaga tiýis. Täňri Krishnanyň özü Bhagavad Gita'da Aham sarvasya prabhava matta sarvam pravartate itimatva bhajante mam buddha bhava samanvidaha. Men barlyk ruhani jene fäni ilimlerdiň bastaw gözümün barlygy meniň başda bolady. Osy hakykatda bilen danışmanlar magan şyn ýüregimden berilip hyzmat etip tabynady diýdi.
Bhagavad Gita 18. 18. bölüm. Bizning qo'rqinlarimiz so'qir senimga emas, kersinchi, eng ilmiy bilimga negizilgan. Fani materiya tiriklikdan tug'adi. Tiriklikdan boshqa ko'zdan cheksiz ko'p narsa, cheksiz ko'p fani resurs qorlar tug'adi. Yaratılışdan olup tolsam qıpiyatları osunda. Bugünkü ilmiy zerttev salası fani elementlerde tingdaydın. Fani elementlerde taldaydın Sankhya filosofiyasına ixtisas. Sankhya sana degende bildiradi. Mana toprak, mana su, mana hava, mana kun nuru, mana ot deb fani elementlerdi sanab taldaydınlıktan biz de Sankhya filosofiyasını tutanamiz. Onun üstüne aqlımmen zerdemde және жалған menimde de sanay alganımmen kerisinçe жалған menimden tısqarı turатын жанды sanay almayman. Al Krishna'nın aytınca жалған menden жоғары turатын tirikuş, ruhani jan turатын tirikuş, ruhani jan tirişlik ededi. Mana bilmeytini alimlardan tirişlikdeki fani elementlerden qo'shilishli degan tujurimlarini Krishna Bhagavad Gita'da jo'qqa chiqaradi. Apareyam itvastvanam prakritim vittime param jiva bhutam mahabaho yayadam dharate jagat. O'sha төменгі энергиядан басқа о кірзі Арджуна, төменгі фәни энергиядан жаралған жаһанды пайдаланатын тірі жандардан тұратын менің жоғарғы энергиям бар. 7-5. Төменгі энергия фәни элементтер болса, керісінше жоғары энергия тірі жан болып саналады. Ухмирапо налау баю камманау дүре бача аханкара итияме винна пракритираштада. Toprak, su, ot, hava, efir, akıl, zerde және жалғанмен. Осы 8 элемент менен бөлініп шыққан фәни энергияларымды құрайды. 7-4. Bhagavad Gita'nın бұл өлеңінде Krishna ваюдың, ауаның өзінен бастау алатын және ауадан да нәзігірек камның, эфирдің, эфирден де нәзігірек ақылдың, ақылдан да нәзігірек зерденің, зерденен де нәзігірек жалғанменен де нәзігірек жанның бар екенін түсіндіреді. Бірақ мұны білмейтін ғалымдар тек дөрекі элементтерді ғана түйсінеді. Ғалымдар айтып жүрген ваю қайдан туады екен, ауа қайдан туады екен? Доктор Синг. Бұған ғалымдар жауап бере алмайды. Прабхупада, керісінше біз жауап бере аламыз. Ауаның камнан, я эфирден, эфирдің ақылдан, ақылдың зердеден, зердің жалғанменен және жалғанменнің жанынан Krishnaның жоғарғы энергиясынан туатын біз Шримад Бхагаватамнан білеміз. Доктор Синг. Төменгі энергия мен жоғары энергияның екеуінде Санkhya философия зерттей ме? Шрила Прабхупада. Жоқ. Жоғары энергияны білмейтін Санkhya философиясын ұстанушылар ғалымдарға ұқсап тек фән элементтерді ғана зерттейді. Рухани жан жайында түк білмейтін ғалымдар мен Sankhya filosofiyası ұстанушылар әншейін Krishnaның фән энергиясын талдаумен шектеледі. Доктор Синг. Sankhya filosofiyasını ұстанушылар жаратушы фән элемент. Sankhya filosofiyasını ұстанушылар жаратушы фән элементтер зерттей ме? Прабхупада. Фән элементтер жаратпайды, керісінше жан жаратады. Фән энергия тіршілікті де өзінде жарата алмайды. Сіз тірі жан су төгімен оттеген бір-бірімен араластыру арқылы суды жарата аласыз. Керісінше фәни материяның өзінде жарату энергиясы жоқ. Егер су төгімен оттеге салынған екі сынауық түтіктерін қатар қойсаңыз, сіздің көмегіңізсіз бір-бірімен өздігінен қосыла алар ма еді? Доктор Синг. Жоқ. Су төгімен оттеген бір-бірімен қосып араластыру керек. Прабхупада. Я жоғары энергияның тірі жанның көмегі керек. Егер төменгі энергия жататын оттегі мен сутегі жоғары энергия бір-бірімен қосып араластырса, оттегі мен сутегі суға айналады. Жоғары энергия кіріспейінше төменгі энергия өздігінен ештеңе істей алмайды. Тынық мұхитын нұсқап. Мына тынық мұхиты тып-тыныш, тым-тырыс, жым-жырт. Ал егер жоғары күш ауа осы мұхитты қозғалысы келдірсе, биік толқындар толқып шыға келеді. Жоғары күшсіз мұхит өздігінен толқи алмайды. Осыған ұқсас, ауадан да жоғары күштер осылай ең жоғары күшке Кришнаға жеткенімізше бірінен бірі асып түсетін жоғарырақ күштерге ұшыраса береді. Шын зерттеу осылай өткізілуге тиіс. Мысалы, орнынан қозғала бастаған темір жол пойызы қозғалтқыш локомотивтің бірінші вагонын тартса,
Birinci vagon ikincisini tartıp osılay tirkemedeki barlık vagonlar жылжыганча birin-biri tarta beredi. Al bukul kozgalış yaratılsa jirgizükçüden Trijandan bastap oladı. Osıgan uksas garıştan jaratılığına birinci türtkü bolatın Krishna'dan bastap olatın köptegen tabıstav türtkülerinin kömögmen bukul fani garışının jaratılatına Bhagavad Gita'da түсіндіріледі. 9-10 Mayatyakshana prakriti suyate sachara charam hetunanena kaunteya jagad viparivartate. O kuntuyla mening energiyalarimning biri bo'la o'tirib, fani tabiat mening baqlavimdan harakat etib, bukul qo'zg'alатын және qo'zg'almaytin dirijanlarda dunyoga keladi. Fani tabiatning boshlig'imen fani ilm birisi jaralib, birisi jo'yilib o'tiradi. Bhagavad Gita'nın 14. tarafında Sarva yanishu kaunteya murtaya sambhavanteya sambrama mahadya niraham bija pradapita. O kuntuyla tırşılıktan barlık bölleri fani tabiat ayasında tuğada Allah'ın oruk görür şakası meni kendi tüsün dedi Krishna. Bhagavad Gita 14.4 Masalı eğer banyana qaşın tuxumun eksek sol tuxumdan zavlima qaşı ösüp çıqıp kelegile milyondagan жаңа tuxumdardı ötürüp çıqarıp sol tuxumdардың әр qayısından milyondagan жаңа tuxumdары var başqa ağaçlar tağı ösüp çıqıp osılay жалғаса beredi. Sonmen Krishna bastapqı oruk berуші әкеміз екен. Өкінішке орай тек жақындағы себепті ғана бақылайтын ғалымдар алыстағы себепті түйсінбейді. Себептер жақындағы және алыстағы себеп болып екіге бөлінеді. Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха Анадирадир Говинда Сарвакарана Каранам. Говинда деген намасымен мәлім Кришна Құдайдың түп тұлғасы, мәңгі тіршілік етуші және білім мен шаттыққа толы денеге Barşanın başta bulağı başlavsız bukul sebepnin tüpkü sebepkeri deydi Brahma Samhita 5.1. Krishna'nın bukul sebepnin tüpkü sebepkeri eken düşünseniz bärini de düşünesiz. Yasmin vijnate sarvam vivam vijnatam bhavati. Mundak Upanishad 1.3. Bastapı sebepti bilseniz keyingi bağınakı sebeplerinin sırrı tabi türde aşıladı. Kemel bilimde Vedalar bastapı sebeptir deytin galımdarga Bastapqı sebepti körsetse de moyundamaytın galımdar özlerinin kemelimiz tolumsuz şala şarpı bilimlerini tasday qatıp tistey jabısadı. Dr. Singh Energiya közlerini alır jollarını zerttep жүрген galımdar endi kun energiyasını az hazırlöv jarıqtandırуу siyaqta başqa da maqsadlarga қолдануу jagын oylaştırıda. Başqa energiya közleri sarqalansan kun energiyasını қолданamız dep ümitlenedi. Prabhupada Бұл жаңадан шыққан теория емес, ағаштардың тамырлары күн энергиясын жинайтындықтан ағаштан оталуға болатынын әркім біледі. Титімдей тірі жандар болуларына қарамастан ғалымдар өте мақтаншақ. Бәріміз білетін табиғи заңдылықты ғылыми жаңалық ашық деп мәлімдеп жүрген ғалымдардың жетістіктерін мойындамаймыз. Жаңа кесілген ағаштан от ала алмайсыз. Ағашты алдымен күнге кептіру керек. Күн энергиясы жиналған соң ағаштан от алуға болады. Негізінде бәрін асырайтын күн энергиясының қайдан келетін ғалымдар білмейді. Кришна Бхагавад Гитада 15-12 Яд адитя гатам тежо жагад бхасяяте килам ячандрамаси ячагнау таттежо вити мамакам. Бүкіл фәни жаһанды басқан қараңғылықты сейілтетін күн нұры да ай сәулесі мен от жарығы да менен басталады дейді. Тағы да Кришна Бхагавад Гитада 10-21 Jyotisham Raviram Shuman şıraqlar arasında nur sağlıyorlu kümmün deydi. Bhagavad Gita'nın 11. tarafında da Arjuna Krishna'ga Anadi madhyantam ananta viram ananta bahum shashisura netram Vashyami tvam dipta hutasha bhaktram svatejasa vishvamidam tapantam Pastağında, ortağında, soğunda yok senin tankın şeksiz, kollarında sansız gök. Al kun men ay senin gözlerin. Ağzından lapıldap çıkan ot ben. Tula boyunda жалындап жанған сәулең бүкіл жаһанды өртеп жатқанын көріп тұрмын. Bhagavad Gita 11.9 deydi. Shashi Sura Netram kun men ay senin orasın zor sansız gözlerinin biri. Bhagavad Gita'da berilgen бұл bilimde ғалымдар o işi zorularının kömögümen түсіне almaydı. Solay mı? Doktor Singh iya түсіне almaydı. Prabhupada, ғалымдардың түпкі тұрғысыз білімдерінен не пайда?
Tepti jerdegi qumdardın bärini sanap çıksanızda Xudaydı bäribir түсіне almaysız deydi şastralar. Bu fəni sanavlarınızın bäri şeksizdi түсіне alatınızды bildirmeydi. Bu fəni sanavlarınızın bäri şeksizdi түсіне alatınızdı bildirmeydi. Fəni nərsələrin bärini sanap şoğğa tepti şamalarda kelmeytin qalanlar öz energiyaları men qabiliyetleri nesini maqtan tutadı. Ruhani bilimde bilay qoyganda tepti fəni zatları da bilmeydi. Alimlar men başqa da trijanlara gelir bolsaq, bilimderi şekdöylü. Gerisince Krishna'nın bilimi şeksiz. Eger bilimdi Krishna'dan alsaq, sol bilim kemel. Şastralar muhitda 900 min türlü trijandar tirşlik etedi deydi. Şastralarda keltirilgen мәліметтер dəlme-dəl. Sebebi Krishna Xudaydın tüptülgü hasretinde men ötkönde ne bolgan, kadri vaqtda ne bolup жатқан және келешекте ne bolatını tügöl bilemin deydi. Bhagavad Gita 7.26. Doktor Singh, bilimdi başka bilim gözünden alığımız gerek koy, Prabhupada. Kemel bilim alı için özümüzden kök biletin gurudun kömögüne jigirimiz şart. Elde bir pende uyda kitap oku arqılı da öğrenige oturusıga bolganымен, kersinçe kolejge ötüsüp, professordan kömögüne jiginsek, edawır köbrek öğrenemiz. Däl oslay gurudun kömögüne jiginimiz şart. Äriне, eger jalgan guruga joluksak, jalgan bilim alamız. Kersinçe eger kemel gurudan bilim alsak, biz de kemel bilimge kenilemiz. Biz Krishna'nı gurumuz dep moyundaymiz. Kemel Krishna'dan bilim alsak, biz de kemel bilimge kenilemiz. Özümüzge keler bolsak, bizden kemel boluğumuz mündetimiz. Al eger bilimde kemel Krishna'dan alsak, biz de kemel bilimge kenilemiz. Biz bükül muhitті zertiyomuzun arkasında muhitta 900 min tirşilik türlerinin mekendeytini түсіндік dey almaymiz. Kerisinçe бұл мәліметті Veda şastralarından alğandıqdan kemelimizdeymiz. Veda təsil osunday. Qanşama zor zertiyöler жүрgüzüp жүрген alimdar qanşalıqda uluq ulama bolsa da sezimderi kemel bolmağandıqdan kemel bilimge kenel almaydı. Kemelimiz gözümüzden ne payda? Күннің жарығынсыз көре алмаймыз, микроскопсыз кішкентай нәрселерді көре алмаймыз. Kemelimiz gözümüzдің көмегімен ашылған құралдарда kemelimiz. Ендеше kemel білім алу мүмкін бе? Тірі шектеулі болғандықтан білімі де шектеулі. 2-ге 2-ні қосса 4-ке теңелетін білетін бала егер жоғары математиканы сөз етсе, онша мән бермейміз. Білім алатын сезімдеріміз шектеулі, kemelimiz. Ғалымның білімі де шектеулі, kemelimiz. Bilim alatın sezimleri şekteuli kemelimiz, alımның bilimi de şekteuli kemelimiz. Nadandığını saldarından bärim bilemin deytin atalmış qalımsımaqtın bärim demesi sandıraq. Birin-biri jetiktep kele жатқан екі soqur orqaqlap jıqılsa ne payda? Tabiqat zаңдары qol ayağımızды baylap matasa da oyşa joruğa erikdimiz dep oylauımız aldamşı eles. Köptügen tabiqat zаңдарına täwelliklerine qaramasdan erikdimiz dep oylaytın alayaqlar Күннің көзін бұлт тұмшаласа, күнді көре алмайды. Kemelimiz gözümüzde ne payda? Tek tabiqat zаңдары көру қабілетін берсе ғана көре аламыз. Eksperiment тәжірибемізді қолайлы жағдайларда ғана жүргізе аламыз. Керісінше, егер жағдайлар қолайсыз болса, eksperiment тәжірибеміз сәтсіздікке ұшырайды. Ендеше, eksperiment тәжірибемізден алынатын білімімізбен несіне мақтанамыз? Eksperiment тәжірибеміз несіне жүргіземіз? Қажет нәрселер әуелден бар ғой. Xuday қолдануға берген күн энергиясы бар. Білетін тағы не бар? Ağaçlardan qanşama almalar qulap түсіп жатыр. Gravitatsiya zаңын тағы да қосымша түсіндіруден келіп кетер пайда бар ма? Іс жүзінде шешімін таба білмейтін ғалымдар тек ғылыми түсіндірмелермен ғана шектеледі. Gravitatsiya заңы тек белгілі бір жағдайларда ғана харакет етеді дейді. Ал ол жағдайларды кім жасады? Тәңірі Рамачандрак кейпінде келген Кришнаның суға тастаған тастары Batpay su bötünde қалқып жүрген. Gravitatsiya zаңы Krishnaның өзіне еш әсер етпейді. Ендеше gravitatsiya заңы тек Құдайдың басқаруымен харакет етеді екен. Заң өз алдына түпкі шешім емес. Патша өзі шығарған заңын сол сәтте қайта өзгерте алады. Ең жоғарғы заңнамашы Krishna болғандықтан, Krishnaның шығарған заңы тек Krishnaның еркімен ғана харакет етеді. Құдайдың еркін әрқалай түсіндіруге тырысатын ғалымдар Майяның алдамшы елестің арбауында болғандықтан жын соққандай сандырақтай береді. Ағаштардың саналуан түрлеріне ғылыми түсіндірме бере аласыз ба? Karan Haridas.
tabiat türlenip sanalıvan tırşılık türlerini jasaydı deydi galimlar. Prabhupada. Demek tabiatın erki boluga tees. Ol kanday erk? Jerdin öz erki barma? Karan Haridas. Ona anık bilmeydi. Prabhupada bul galimlarning kemel bilimsiz ekenini bildiredi. Tabiatın sırtında Krishna'nın erki turgan bilmeydi. Dr. Singh. Galimlar bunu ösümlüklerden kimyalik kuramlarının bir-birinin özgeçerligine baylanışlı dep düşündüredi. Prabhupada. Bunun jon alwasy kimyalik elementlerdi kim jaratdy? Kimyalik kuram degimiz Kudaydan çıgatyn aýgaktap turgoý. Karan Haridas. Galimlardyň aýtýarynça Kudaydyň kömegisiz iki kimyagat aralashtyrsa, Prabhupada. Kuday bolsa da, bolmasa da aýtýar elde bir erikden elde bir sananyň bolugy şart. Iki kimyagat aralashtyrsa elde ne tüzüledi? Olardy kim aralashtyrady? Sana aralashtyrady. Sol sana Krishna goý. Ökül alemge taralışçı sanany moýundagan çatyňizde sol sananyň jeke daratylgan ekenini moýundagyňyz şart. Sonduktan Krishna tany ölümün söz etemiz. Bhagavad Gita sananyň bökül alemge taralışy ekenini mälim diýdi. Siz de sanalysyz, men de sanalymyn. Aýda bökül alemge taralışy tagy bir sana bar. Meniň sanam öz denem bilen şeklense, sizdiň sanaňyzda öz deneňiz bilen şeklenýär. Kersinçe, sizdiň meniň bärimizdiň işi sırtymyzda bütündeý hamtuşy tagy bir sana bar. Krishna sanasy degen sol sana. Osu fäni elimdegilerden bäriniň salystyrmaly ekeni gylmy fakt. Dinimiz, ömrümüz, derdimiz bäri de salystyrmaly. Biz üçin öte kıska syakty görünýän gymyrskanyň gymyry gymyrska üçin 100 ýylga jok sozulady. Osu 100 ýyl dini türüne baýlanşdy salystyrmaly her galay mölçerlenedi. Sol şekilde özüň tüsnügümüşe öte uzak ömür süreten Brahmadeva da öz tüsnügünçe tek 100 ýyl gana ömür süredi. Salystyrmaly mölçer degen osu. Karan Haridasa. Demek salystyrmaly mölçer özümizdiň jeke küýümizge baýlanşyk negizdeledi goý. Prabhupada. Ýa, biröge as, biröge u degendey, biröge as başgaga u degendey, aýda tirşilik ete almaýan galimlar, aýda tirşilik ete almaýan adamlar, başga tirjindarda aýda tirşilik ete almaýdy diýip oýlaýdy. Her tirjdan her nerseni öz tüsnügüniň şeginde salystıra mölçerleýdi. Baha filosofiýasynyň manasy. Barlygyny öz kudygynyň mölçerimi ölçeýin, baha öz kudygyndan özge eşdigini görmegendikden atylan muhytyny göz aldyna delestit almaýdy. Oşo ýersiz bolan haýır muhytda baha öz kudygynyň mölçerimi ölçeýdi. Kudaýdyň ololygyn öz tüsnügimizdiň tar ölçeminden salystyra çekdiýimiz. Bir tün içinde tuğup, ösüp, urpak kaldırıp, soltunda ölüp edетін жәндіктер de var. Kün gözünü eşkaşan көрmeytin sol жәндіктер, kündüzge gün şıvaq degen atымен жоқ dep diýýärdi. Eger sol жәндikten taňyň atyby jaýynda sorasaňyz, taňyň atyby mümkin emes dep jogap bererdi. Brahmadevanyň uzak ömür süretini şastralardan eshitse-de, osunçama uzak ömür keşişi mümkin be dep kebireler senbeydi. Krishna Bhagavad Gita'da 8. Sahasra yuga paryantam aharya brahmana vidu ratrim yuga sahasrantam tehortratra vidu jana jer vaqti boýunça Brahmadevanyň bir günü 1000 zamanга teň, tünü de sonşa uzak diýdi. Osu sanak boýunça Brahmadeva 311 trillion 40 milyard ýyl gymyr geçedi. Şastralardan osunday aýgak keltirse de kebireler senbeydi. Ýagny Krishna sandyrakta beredi diýdi de özleri bedeldir retinde söýlemiz dep sogady. Tipti ulama galimlar da Veda şastralary oýlap çygarylgan oýşa jorlar dep kösedi. Baryp turgan alaýaklar bolsa da bedeldi galimlar retinde äýgili. Hudaýdyň Veda şastralarynda aýtgandaryny jokka şogurga kılşynatyn galimlar özlerini Hudaýdan jogary goýady. Atalmış zertdewşi galim filosof deýtin jalgan japsyrmalaryny jamynyp jürgen köpdegen ahmaklar oslay bökül elemde adastyrda. Dr. Singh. Darwiniň teoriýasy jaýynda жазылган жүздөгөн kitaplar күllü kitapxanalarda bar. Prabhupada. El Darwin'de moýundaýma, elde terske çygarama. Dr. Singh. Basym köpçüligi moýundagany men syn gözgen garawçylarda az emes. Prabhupada. Tirşilik türleriniň evolüsiýalanyny turally aýtkany men Darwin'de ruhany evolüsiýalanyny jaýynda mälumat jok.
Жоқ, ruhani жанның тіршіліктің төменгі түрлерінің жоғары түрлеріне қарай эволюциялануы жайында Дарвин еш нәрсе білмейді. Адамдар маймылдардан эволюцияланды деп мәлімдегенімен, маймылдардың өліп құрып кетпегенін көріп жүрміз. Егер маймылдар адамдардың тікелей ата-бабалары болса, онда маймылдар осы күнге дейін неге тіршілік етіп жүр? Доктор Синг, тіршілік түрлері тәуелсіз жаралмаған, бірінен бірі эволюцияланған дейді Дарвин. Прабхупада. Егер бірінен бірі тәуелсіз жаралмаса, онда белгілі бір тіршілік түрлері қайдан шыға бастады екен? Бастапқы тіршілік түрлерінің қайдан шыққан Дарвин түсіндіруге міндетті. Карен Хардаш. Егер жерді Құдай жаратты десек, ел бізді ақымаққа балайды деп жасқанатын ғалымдар жер биохимиядан жаралды деп жариялайды. Прабхупада, егер биологиялар мен химиялар осынша малға басса, онда ғалымдар бір нәрсені неге жасап шығармайды? Тіршілікті келешекте жасаймы деп жариялайды. Неге келешекте? Тіршілік әлдеқашан жаратылған. Ғылымдары келешекке негізделген бе? Қанша қызықтырып дәмелендірсе де келешекке сенбеген жөн. Келешектің қызығын көреміз деген уәделеріне қалай сеніп жүрсіздер? Ғалымдар хақиқатты білмейтіндерін мойындауға тиіс. Биологиялық я химиялық эксперимент тәжірибелерінің көмегімен шөпті жасай алмайтындарына қарамастан, жаратылыс химиялық я биологиялық тәжірибелерімізден жаралды деп сандырақтап жүрген аталмыш ғалымдарға неге ешкім күмәнданбайды? Ішін өтірген неге ешкім сұрастырмайды? Доктор Синг, тіршілік фәни материядан басталады. Яғни тіршілік жансыз өлі фәни материядан туады деп қорытады ғалымдар. Шила Прабхупада. Осы тірі фәни материя қазір неден туады екен? Бұрындары жансыз өлі фәни материядан туған тіршілік қазір тумай ма? Құмырсқа неден туады екен? Балшықтан фәни материяға айнала ма? Тіпті титімдей құмырсқаның өзі жансыз өлі фәни материядан тумайды. Олардың мұндай теорияға қандай дәлелдер бар? Ғалымдардың мұндай теорияға қандай дәлелдер бар? Ертеде тіршілік етпеген зерделадан маймылдардан эволюцияланған деп мәлімдейді Дарвин. Егер бұрынғы заманда зерделі ми интеллекті болмаса, онда қолымыздағы веда шастралары миллиондаған жылдар бұрын қалай жазылған екен? Вьясадева секілді данышпанның веда шастраларын жазған ғалымдар қалай түсіндірмек? Доктор Синг, мұны түсіндіре алмайтын ғалымдар орманда мекендеген беймәлім данышпандар жазған дейді. Прабхупада. Ғалымдар білмесе де, сол кезде өмір сүрген Вьясадева осыншама зерделі миға қалай иеленді? Сізге де маған да белгісіз Вьясадеваның зерделі миының жемісі, яғни философиясы, тілі, лингвистикасы, суырып салма ақын жазушылығы, сөзден түйін түйген шешендігі әлі күнге дейін қолданылып келеді. Өзін танымасақ та зерделі миын танимыз. Доктор Синг, сонда жануарлардың барлық түрлері бас кезінен бастап бір мезгілде жаралған ба? Прабхупада, барлық тіршілік түрлерінің бір мезгілде жаралған Бхагавад-гита құптайды. Жануарлар, адамдар, девалар тәрізді күллі тіршілік түрлері әуел бастан бір мезгілде тіршілік еткен. Белгілі бір дене түріне еленгісі келетін тірі жанға Кришна сол дене түрін береді. Түрлі тілектермен шырмаулы тірі жан сол тілектеріне сай белгілі бір фәни табиғат гүналарымен қатынасады. Қай гүнамен қатынасуына қатысты тірі жан белгілі бір дене түріне еленеді. Ойлау, сезу, тілеу тәрізді ақылдың психологиялық күштері тірі жан еленетін дене түрін анықтайды. Эволюциялану жолы болса да, бұл эволюциялану дене түрлерінің эволюциялануы емес, тіршіліктің бір түрі басқа бір түрден эволюцияланбайды. Өйткені Кришна айтқандай, Будда грама са эваям будва пралияти ратрия-гаме ваша парта прабхаватя харагаме. Брамадеваның таң атқан сайын жарық дүниеге келетін барша тірі жандар Брамадеваның күні батқан сайын өз ырқынан тыс қайта жойылумен болады. 8-19. Эволюциялану дегеніміз тіршіліктің саналуан түрлері арқылы өтетін жеке дара тірі жанның рухани эволюциялануы. Балықтан енген жан эволюциялану жолымен бірте даму сатыларынан өтуге мәжбүр болады. Даму сатысының шыңына жеткен жан әлдебір себептермен жолдан тайса, осы эволюциялану сатысымен басынан бастап қайта көтерілуге мәжбүр болады.
Әрине зерттеуден бас көтермейтін ғалымдар мұны түсіне алмайды. Егер келесі өмірлеріңізде ағаш қайналасыздар десеңіз, ғалымдар сізді сандырақтап тұрған ес бастайды. Сайып келгенде зерттеу жолымен не үйрене аламыз? Бүкіл себептің түпкі себепкері танылған соң, танылатын нәрсенің бәрі танылады. Танылмаған нәрсе, еш нәрсе қалмайды. Ведаларда ясмин вижнате сарвам эдам вижнатам бхавати мұндағы Upanishad 1 делінген. Хақты танысақ, барлы басқа хақиқаттарды танылады. Керісінше, егер хақты танымасақ, сауатсыз надамбыз. Ресми ғалым я философ болмасақ та, егер тек бір Кришнаны ғана білсек, кез келгенде айтысқа шақырып, батыл сөйлей аламыз. Тәуелсіздігін аса мақтаныш тұтатын бүгінгі өркениет шын мәнінде мұнайға өте тәуелді. Егер мұнай қоры таусылса, алаяқ ғалымдар не істемек? Қолдарынан еш нәрсе келмейді. Өз өркениеттеріне жеткілікті мұнайды зертхана түтіктерінде жасап шығарып көрсетсін. Қазір Индияда су жетіспеуде. Ғалымдар осы су мәселесін қалай шешпек? Судың химиялық құрамын білгендермен құрғақшылық қысқанда ғалымдар суды жасап шығара алмайды. Ғалымдар бұлттың көмегіне мұқтаж, ал бұлт Құдайдың ырқында. Шынында ғалымдардың қолдарынан еш нәрсе келмейді. Айға ұшып қайттық деген ғалымдар шаң мен тастарды әкелумен шектелді. Тапқан табыстарыңыздың әлдебір пайызын салық ретінде үкімет үлесіне жинақтап, сол ақшаны жөн-жосықсыз шашатын алаяқтар есектер үкіметінің ойлау деңгейі осыдан аспайды. Сол ақшаны жөн-жосықсыз шашатын алаяқ есектер үкіметінің ойлау деңгейі осыдан аспайды. Елді аямайтын, елге жаны ашымайтын саясаткерлер халықтың мұндай терімен тапқан ақшаларын аямай зор зымырандарын басқа планеталарға ұшыруға шашып, тек көбірек шаң әкеліп береміз деген уәделермен шектеледі. Бірінші барғанда бір уыс шаң әкелген олар, енді тонналап әкеліп береміз деп уәде беруде. Бүйтіп ақшаны желге шашудан не пайда? Каран Харадас. Марста тіршілік бар шығар деп сенеді Прабхупада. Сенбеулеріне не пайда? Осы жер шарында тіршілік бар екенін білеміз. Осыны біле тұра олар соғысып тірілерді өлтіруде. Осы жер шарының адамдары мен басқа да тіршіліктерге толы екен. Көре тұра зор бомбалармен қынадай қырып жою үшін жанталасып жүрген ғалымдардың ғылыми жетістіктері осы. Доктор Синг. Басқа планеталарда не болып жатқанын білуге асық. Прабхупада. Осылай балалық әуестіктерін қанағаттандыру үшін қыруар ақшаны желге шашатын олардан кедей елдер көмек сұраса, ақшамыз жоқ деп аттандарын ала қашады. Айға ұшқандарын мақтан еткенше, Кришнаның Вриндавана Галокасына жету жолын неге қарастырмайды? Егер Кришнаның Вриндавана Галокасына жетсе, әуестіктері тегіс қанағаттанар еді. Осы төменгі фәни энергиядан тыс жоғары рухани энергияның бар екенін білер еді. Тәуелсіз өз еркімен харекет ете алмайтын фәни энергия тек рухани энергиямен қосылғанда ғана харекет етеді. Фәни элементтер өздігінен жаралмайды, тек жан ғана жарату қабілетіне ие. Фәни энергиядан бір нәрсе жасап шығаруға тырыссақ та, бәрібір фәни материя өздігінен жаратылмайды. Тек жоғары энергия киліккенде ғана сутегі мен оттегі қосылады. Фәни материядан тұратын бүкіл ғарыш көрінісі өздігінен жаралады деп тек ақмақтар ғана үміттенеді. Егер тамаша машинамыздың жүргізушісі болмаса, жүргізушісіз машинадан не пайда? Машинаның қалай істейтінін білмейінше, батырмасын баспайынша, машина істемей орнында тұра береді. Сол секілді, жоғары энергиясыз фәни энергия өздігінен харекет ете алмайды. Осы ғажайып ғарыш әлемін жоғары энергия басқарады. Осы ақпараттардың бәрі шастраларда жазылса да адамдар сенбейді. Шын мәнінде Құдайдың меншігі болып табылатын бүкіл дүниені адамдар өз меншігіміз немесе еліміздің меншігі деп мәлімдейді. Енді олар халықтың тығыз қоныстануын сылтауратса, шынында Құдай бізді бар қажетімізбен қамтамасыз етеді. Енді олар халықтың тығыз қоныстануын сылтауратса да, шынында Құдай бізді бар қажетімізбен қамтамасыз етеді. Сылтауратып жүрсе де, шынында Құдай бізді бар қажетімізбен қамтамасыз етеді.
Eğer dürüst qo'llanabilsak, жерде, тамақта жеткілікті. Onsuz da problemlarda jasan jolmen jasab alıp жүрген алаяқтарға қынадай қырып жүретін қыруар қару-жарақтар ойлап шығарумен көмектесіп жүрген ғалымдар сол ұрылардың Құдайдың меншігін қанауларын одан әрмен қолдана берулеріне дем беруде. Егер сіз адам öldürушіге немесе ұрыға көмектессеңіз, өзіңізді қылмыскерге айналасыз, солай емес пе? Ұрылар мен алаяқтарға көмектесулерінің кесірінен ғалымдар дүниесін үрейлендіріп күн көрсетуде. Demek bari de kılmıskерler. Stena Eva Bhagavad Gita 3.12. Жоғарғы тәңірдің меншігін мойындамаушылар ұрылар. Біздің миссиямыз осы алаяқтарды жөнге салу. Қазір осыны іске асыру амалын табу шарт. Азап шегіп жүрген алаяқтар Құдайдың балалары болғандықтан азап шекпеуге тиіс. Құдайдың бақыттың, шаттықтың, мәңгі өмірдің бар екенін білмейтін ғалымдар бар болғаны 50, 60 я 70 жыл өмір сүрсе де, осы қысқа өмірлерін түрлі зерттеулермен өткізуде. Өлгеннен кейін не болатынын білмейді. Өмірдің мәңгі екенін білмейді. Осылай жануарша күй кешуде. Өлгеннен кейін не болатынын білмейтін жануар өлім жайында ойланбайды. Мұнда не істеп жүргенін білмейді. Өмірдің құнын білмейді. Маяның ықпалымен жануар тек ішіп жеуін, ұйықтауын, қорғануын, жыныс қатынасына түсуін және өлуін жалғастыра береді. Қандай мақсатпен бел жазбай қинала еңбектенесіздер деген сұрағымызға, болашақ ұрпағымызды бар қажетімен қамтамасыз ету үшін деп жауап беретін олар, бұл сұрағымызға дұрыс жауап бере алмайды. Кришнатану қозғалысымыз Құдайды бәрінің ортасына қойып, өмірдің шын мақсатын көрсету үшін арналғандықтан, осы маңызды Кришнатану қозғалысын түсіну ғалымдарға игілік әкеледі.